Сәлем. Сен қазір бұл видеоны қай қаладан көріп отырсың? Алматы, Астана, мүмкін Нью-Йорк. Мейлі, саған мені мыңдаған шақырымнан көре алатын, ести алатын мүмкіндікті беріп отқан интернет. Адамзаттың шығарған ең керемет құрылғысы. Алғаш рет интернет 1969 жылы ғалымдардың бір-бірімен байланысу үшін шығарылған болатын. Ғалымдардың бір-бірімен идеяларымен, ойларымен бөлісіп жұмыс жасау үшін ғана. Бәрі бір үлкен мақсат үшін. Адамзаттың болашағы. Әрине, адамзаттың болашағына ол әсер етті, бірақ қалай? Интернет қазір біздің өміріміздің бір бөлігі деуге болады. Біздер қазір бәрін интернет арқылы істейміз. Свет, газ, су төлеу, интернет, баланс төлеу, интернет-магазиндер, тіпті кредитті де онлайн алуға болады, онлайн биржалар, онлайн ақшалар, короче, айта берсең көп. Саған бір сұрақ қояйыншы, сен интернетті не үшін байланасың? Бұл жерде нақты осы үшін немесе мынау үшін деген конкретный жауап жоқ, солай ма? Интернет сенің өміріңде бар, сонымен болды. Интернеттің қазіргі қоғамға алып келген ноу-хаулары сансыз көп. Бірақ солардың ішінде көп қолданысқа түскен олар әлеуметтік желілер әрине. Оларында қазір түрлері бар, бірақ бізде халық көп пайдаланатын ол Facebook, оның орысша аналогы ВКонтакте және Instagram. Әрине, әлеуметтік желілердің біздерге берер мүмкіндіктері көп, бірақ ол сіздің оны қалай пайдаланғандығыңызға байланысты. Ендеше кеттік. Біріншіден лента новостей, яғни жаңалықтар лентасы. Бұл жерде бәрі бар, реально бәрі бар. Сіз жазылған адамның лайк басқан посттарынан бастап әлеуметтік желінің сізге қызық болады-ау деп шешкен сурет видеоларына дейін. Бұл жерде абай болғаныңыз дұрыс, өйткені барлық әлеуметтік желілерде жазылған алгоритм сіздерге максимально қызық болатын хабарламаларды сіздерге көрсетуге тырысатын болады. Нәтижесінде 1 минутқа кіріп шығайыншы деген адам 10 минутқа кіріп кетеді. Все, болды, 10 минутыңыз жоқ. Ал адам болам деген азаматқа ол 10 минут өте керек нәрсе. Сондықтан да шамаңыз келгенше в идеале негізі бұл бөлімге кірмегеніңіз дұрыс. 90% ықтималдықпен сіз ол жерде пайдалы ештеңе таба алмайсыңыздар. Тек уақытыңызды жоғалтасыңыз. Ал біз сондағы білсеңіз 500 мың ақ сағат өмір сүреміз бұл өмірді, білесіңдер ма? Сен білесің бе, сала сен соны? Капец азды. Екіншіден лайктар. Лайктар заңында сіздерге ұнаған хабарламаларға басылуы тиіс. Манағы айтылған алгоритм, сіз неге лайк басасыз, сондай нәрселерді сіздің лентаңызды көп шығаратын болады. Яғни, сіз өзіңізге пайдалы нәрселерге көп лайк бассаңыз, соншалықты пайдалы нәрселер сіздің лентаңызды көп шығатын болады. Және керісінше, оны қыздарға лайк басатын балалар давно түсініп алған, по идее. Сосын косметика басатын қыздар жаман нәрселерді лайк етсеңіз, жаман нәрселер шығады. Сондықтан, подписки, яғни сіз жазылған парақшалар. Бұл жерде де максимально мұқият болып, жазылып жатқан парақшаңызды дұрыстап таңдағаныңыз жөн. Өйткені, манағы айтқандай, қазіргі таңда көптеген сіздің уақытыңызды алуға прям ұмтылып жатқан пабликтер көп, яғни парақшалар. Олар мысалға келтірсек, гигеап, дудосер, тағы не бар біздерде. Короче, ондайлар көп, ондайларға шама келгенше отписка жасап, пайдалы нәрселерге подписка жасағыңызды сұраймын. Төртінші, белгісіз адамдардан келетін шақырулар немесе орынсыз ұсыныстар. Мысалға айтқанда, мен үйде 25 баламен отырып, қарайған ақша табам деген сияқты көрген шығарсыңдар. Кейбір әлеуметтік желілерде олар сообщение ретінде жазады, ал кейбір әлеуметтік желілерде олар комментарийлерге тастап кетеді. Ондайларға шығамаңыз келгенше сенбегеніңіз жөн. Бесінші, жалпы әлеуметтік желілерге кіретін уақытыңызды бақылап басқарғаныңыз жөн. Өйткені қанша жерден сіз әлеуметтік желілерді өзіңізге пайдалы қылғанмен де түрлі хабарламалар сізді алаңдататын болады. Плюс еще уведомление дейтін нәрсе бар. Қазіргі таңда негізі түрлі приложениялар бар. Инстаграмға кірген кезде, 1 сағат, жарты сағаттан кейін сізді ол приложениеге кіргізбей тастайтындай. Бірақ мен ойлаймын, сіз ондай соншалықты прям Инстаграмға зависим емес шығарсыз деп. Алтыншы, өзіңізге қатысты жеке ақпаратты әлеуметтік желілер арқылы жібермеңіздер. Ол өте қауіпті нәрсе. Мало ли түрлі ситуациялар болады. Жалпылама айтқанда, интернет қазір біздің өмірімізді бірнеше есе жеңілдетті. Бірақ өкінішке орай оның қадірін түсініп жатқан адамдар шамалы. Шынымды айтсам, адамдардың бір нәрсені қалап, бірақ оны мен қалай істерімді білмеймін деген кезде мен таңғалам. Өйткені Құдайдың берген интернеті тұрған кезде бір нәрсені істеп білмеу, айта алмаймын енді. Не істеймін десең де, сол туралы ақпарат табу қазір оңай. Шын мәнінде де тек ерінбей, ізденіп, істесең ғана болды. Әзірге осы, құрметті достар, сіздермен бірге болған Мырзабек Нұрсұлтан. Көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеоларда көріскенше.